кеш қымбатты көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Назерке Сапарбек, алдымен аңдатпам. Егер сізде вирустық инфекцияның белгілері пайда болса, не істеу керек? Сәтпаев қаласында жедел жәрдем көлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Жаңалықтарымыздың алғашқы легін Ақшам телеарнасының баспасөз орталығында өткен брифингтен бастаймыз. Сәтпаев қалалық емхана мамандары тұрғындарда вирустық инфекцияның белгілері пайда болса, қандай шаралар қолдану керектігін айтты. Баспасөз орталығында ұйымдастырылған брифинг барысында қазіргі таңда өзектілігін жоймай отырған пандемиядан сақтану жолдары кеңінен қозғалды. Іс-шараға қатысқан Сәтпаев қалалық емханасы науқастарды қолдау қызметінің басшысы Людвисе Шалнайте және де әлеуметтік психологиялық көмек беру бөлімінің меңгерушісі Юраты Малая азаматтарда ауру белгілерінің қандай да бір симптомдары анықталған жағдайда қандай шара қолдану керектігін жан-жақты түсіндіріп өтті. В случае, если у пациента Қазіргі пандемияға байланысты жедел жәрдем қызметінің жұмысы еселенген. Дегенмен де науқастың дене қызуы мөлшерден тыс жоғарылаған болса, бірден 103 нөміріне хабарласу керек. Алғашқы көмекті жедел жәрдем жасайды. Науқасты толыққанды тексеріп, оның жағдайының тұрақтылығын бақылайды. Егер шақырту жасаған азаматта өкпенің қабынуының ауыр түрі анықталса, оны бірден емханаға жатқызу жолдары қарастырылады. Ал тұмаудың белгілері анықталса, онда науқасқа өзінің тіркелген медициналық ұйымындағы учаскелік дәрігеріне баруға нұсқама береді. Бұдан бөлек брифингке қатысушылар алғашқы медициналық ұйымдар деңгейінде арнайы құрылған мобильді топтар туралы да айта өтті. Мобильді топты құрудағы басты мақсат науқастарға үйден көмек көрсету. в настоящее время Қазіргі таңда шақыртуларға қашықтықтан қызмет көрсету жұмыстары жүргізілуде. Тұрғындар арасында толыққанды медициналық көмек алу, аурудың ушығып кетпеуіне жол бермеу мақсатында мобильді топ құрылған болатын. Көп жағдайда тұрғындар өздерінің ауруларын жасырып, интернет желісінен өздеріне түрлі ем-домдарды жасап, медицина мамандарына жүгінуден бас тартып жатады. Бұл дегеніміз дұрыс емес. Қандай жағдай болмасын дәрігерге жүгініп, тағайындаған дәрілерді ғана қабылдау керек. Медицина мамандары вирустық аурулардың симптомдарын жасырып, оны үй жағдайында емдеу әрекетімен айналысатындарға да ескертпелерін жасады. Олар қандай жағдай болмасын жіті респираторлы вирустық инфекцияның белгілері анықталған бойда бірден 103 нөміріне хабарласып, жедел жәрдем көмегін шақыру керектігін алға тартуда. в случае, поступления Құрметті Сәтпаев қаласының тұрғындары, ем алушылар эпидемиологиялық жағдайға байланысты өзіңізде немесе жақындарыңызда дене қызуы көтеріліп, жіті респираторлық вирустық инфекцияның белгілері анықталған болса, бірден 103 нөміріне хабарласып жағдайыңызды айтыңыз. Сіздің шақыртуыңыз бойынша медицина қызметкерлері келіп, тексеріс жұмыстарын жүргізеді және қажетті ем-домдарды тағайындайды. Дер кезінде жасаған шақырту сіздің немесе жақындарыңыздың денсаулығын мейлінше жақсы болуына және ауру симптомдарын уақытылы анықтауға өз септігін тигізеді. Сондықтан да індетке бейжайлылық танытпай, осы айтылған ескертпеге құлақ асып, жақындарыңызға жанашырлық танытыңыз. Айта кетейік, жалпы дәл осындай ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізу коронавирус пен респираторлы вирустық инфекциялардың таралуын болдырмауға мейлінше өз пайдасын тигізбек. Алтынгүл Төлегенова, Әлия Әбілғазы, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Күні кеше кешкілік сағат 17-лер шамасында Сәтпаев қаласының орталығында жол-көлік оқиғасы орын алды. Жұмыс бабымен шақыртуға асыққан жедел жәрдем мен жол талғамайтын көлік арасында болған апат орнына жауапты мамандар бірден жеткен. Қазіргі уақытта істің ақ-қарасы анықталып жатыр. Зардап шеккендер бірден ауруханаға жеткізілді. Толығырақ оқиғаны көзімен көріп қайтқан әріптесім Еркеназ Шоқан тарқатсын. Дәл қазір біз апат орын алған көшелердің қиылысында тұрмыз. Өкініштісі сол, аталмыш жол көлік оқиғасы жедел жәрдем қызметі көлігінің қатысуымен болған. Бұл дәл қазіргідей дәрігерлердің қауырт жұмыс кестесін одан әрі еселегендей. Естеріңізге салсақ, күні кеше ғана денсаулық сақтау министрі еліміздегі жедел жәрдем көліктерінің үлгермеуі салдарынан елімізде корона такси қызметі іске қосылуы мүмкін екендігін жеткізген болатын. Сын сағатта жол апаты Сәтпаев қаласындағы жедел жәрдем қосымша станциясындағы тағы бір көліктердің уақытша істен шығуына алып келді.
Сәтбаев қалалық емханасы жедел жәрдем қосалқы станциясының меңгерушісі Нұрлан Әбдіқалықұлы да шаһардағы жедел жәрдем көліктерінің тапшылығын жасырмайды. Қазіргідей пандемия мен пневмония қысқан уақытта облыс орталығынан көмекке 2 бірдей көлік келген. Оның айтуынша жол жүру барысында барынша абай болып, жедел жәрдем көлігіне жол ұсынған дұрыс. Ал апат кезінде зардап шеккендердің саны 4-теу. Олар бірден Жезқазған қалалық көпсалалы ауруханасына жеткізілген. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Біреу сол водитель больницаға жатыр, толзетажда. Сотрясение. Бір баста ана ненің ішіндегі әйелде жатыр, общий несі, бұлай қатты не жоқ. Жаңағы, впрочем, скорыйлар, тек водительдер жол беруді сұраймыз. Осындай уақытта қиын. Аты жаман ауруды ауыздықтау мақсатында еліміздегі дәрігерлер барын салуда. Жедел жәрдем өкілдерінің айтуынша, дәл қазіргі уақытта қала бойынша күніне 300-ге жуық шақырту келіп түседі екен. Ал дәрігерлердің көлігі апат уақытында қала ішінде бекітілген сағатына 60 шақырымдық жылдамдықпен келе жатқан. Бізге берілген ақпараттар бойынша апат кезінде жеңіл желпі жарақат алған 3 адам үйлеріне жіберілген. Қалалық полиция бөлімінің өкілдері апатқа қай тараптың кінәлі екендігін анықтау мақсатында толықтай тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Еркена Шоқан, Әли Әбілғазы, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орайы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.